17-ші хадис. Әйелдердің жихады. Хазірет Айшаның, Алла оған разы болсын, айтуынша ол пайғамбарға былай дейді: "Уа Аллахтың елшісі, біз жихадты құлшылықтардың ең абзалы деп санаймыз. Біз де жихадқа қатыссақ болмайды ма?" Хазіреті пайғамбарымыз, Алланың оған игілігімен сәлем болсын: "Жоқ, сендердің жихадқа қатысуларыңа болмайды. Сендер үшін жихадтың ең абзалы қабыл болған қажылық" деп жауап береді. Дәл осы хадис Ибн Мәжәнің риуаятында былай баяндалған: Хазірет Айша: "Уа Аллахтың елшісі, жихад әйелдерге де парыз ба?" деп сұрадым. Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын: "Әйелдерге парыз болған жихад ешқандай ұрысы мен төбелесі жоқ, яғни соғыссыз қажылық пен умра" деп жауап берді. Күндердің бір күні бір әйел Хазіреті пайғамбарға, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, келіп жихадқа қатысу үшін рұқсат сұрайды. Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, қарсы болады. Сонда әлгі әйел: "Соғыс үшін емес, тек қана жарақаттанған адамдар мен ауру науқастарды емдеп, әрі оларға су тасу үшін қатысайын" депті. Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, оған былай деп жауап береді: "Пәленше әйел соғысқа шығыпты, біз де шығамыз деушілер көбеймейтін болғанда рұқсат берер едім. Бірақ сен үйіңде отыруға тиістісің." Бұл хадистер әйелдердің жихадқа қатысуларына тыйым салынғанын емес, олардың соғысқа шығу міндет еместігін көрсетеді. Олар соғысқа қатыспаса да болады. Хадисте әйелдер үшін ең абзал жихад қабыл болған қажылық деу арқылы әйелдер үшін қажылықтың басқа жихад болып саналатын құлшылықтардың да бар екенін меңзеп тұр. Бірақ олардың ішінен ең абзалын бөліп жарып айтып отыр. Ислам құқықшыларының айтуынша, мемлекеттің ішіне ішкерлей еніп, ісін асырға шабар болса, әйелдер де соғысқа қатысады дейді. Кейбір хадистерде жихадтың қажылықтан да дәрежелі екенін білдірген. Осы іспеттес хадистер жайлы ғалымдар былай деген: жихадтың ең қайырлы амал екенін білдіретін риуаяттар алғашқы негіздерге тиісті міндетті болатын. Жоғарыдағы айтылған хадис сол негізге сәйкес келген.